Сәлем достар, біз мектеп пен балабақшаға дайындықты бастап кеттік. Бас аяғы 35 мың теңге ақша кетті. Қазір сіздерге түгелдей көрсететін боламын. Екінші сынып күнделік қолдана ма қолданбай ма білмеймін, бірақ сонда да ала салдым. Осылайынан үшеуіне біреуден алдым. Енді Айзер мектепке барады, қалған екеуі балабақшаға барады ғой, онда да білмеймін. Жазира мүлдем балабақшаға бармаймын деп отыр. Ал мынау пластилинге арналған дорожка, білмеймін, біздің кезімізде ондай болмаған сияқты. Қазір неше түрлі нәрселер шығып кеткен. Осының барлығын алып, қағазында арзан қымбат болып бөлінетін болып кеткен ғой. Бәріне 3 штуктан алдым. Түрлі түсті қағаз, түрлі түсті кардон, ручка 2 коробкасын ішінде 10 штуктан болады екен. Бірден 2 коробкасын алып алдым. Одан кейін мына сызғыштың өзі майысатын, сынбайтын алдым. Өткен жылы сынатын алып неше рет сызғыш сындырдық. Осындай үшеуі өздеріне пенал таңдады, өздеріне таңдаттым. Осындай ұштағыш алды. Бұлардың барлығын мен өздеріне таңдаттым. Цветная түрлі түсті қарандаштан Астана деген алдық. Отандық өнім ғой, отандық өнімді қолдайық деп. Барынша сол жерде Қазақстандікі қайсы деген кезде сол түрлі түсті қарандашты ғана көрсетті. Қалған барлығы шет елдігі екен. Отандық өнімді қолдайық деп сол Астана деген түрлі түсті қарандашты алдық. Қайда жүрсек те отандық өнімді қолдап жүрейік. Енді мектепке керек заттар, ұсақ-түйектердің барлығын алып келдік. Одан кейін 4 клей алды. Клейдің бас жағы, клейлейтін жері бесцветный болу керек, сол кезде жақсы клейлейді екен. Одан кейін дәптер қап алдым, 20 жетеді деген ойдамын. Кітап қап алған жоқпын. Бастауышқа жаңадан кітаптар шығып жатыр екен. Осындай торкөз, жолкөз 30 штуктан алып алдым. Одан кейін Айзереге осындай мектепке баратын бутылка, су апаратын бутылка өте ыңғайлы екен. Қазір бірақ өзім пайдаланып алдым. Енді Айзереге жаңадан алу керек. Қыздардың хочу бітпейді ғой, сонымен сол жерде тұрғанда үшеуіне 3 блокнот таңдаттым. Осындай құлпымен өздеріне ұнаған. Енді қыз ғой, секрет құпияларымызды жазамыз дейді. Мейлі алыңдар деп алдық. Осындай бір упаковка ақ қағаз алдық. Одан кейін мынау санағыш, мектепке қаншалықты керек емесін білмеймін, бірақ сонда да қызым алғым кеп тұр деген соң алдық. Одан кейін кішкене оқитын деп кітаптар алдық. 3 кітап алдық ау деймін. Біреу қайда қалған білмеймін. Осы үйде болу керек. Одан кейін мына өнегелі ертегі Айзере оқып бастады. Ішіндегі ертегілердің тілі өте жеңіл, оңай және түсінікті екен. Алсаңыздар болады. Бағасы 1800 теңгеден 1500 теңгеге алдым. Өте жеңіл екен тілі. Ал мына тіл дамыды 1-2 сынып. Бұл кәдімгі дайындық дәптеріне ұқсайды. Жазу бар, тапсырмалары бар, және де логикалық тапсырмалары тағы да бар. Осымен мектепке 50% дайынбыз, ал сіздер ше?